Небәрі 10 минутта дайын болатын осындай 7 шелпек нан және де өте жұмсақ әрі дәмді бауырсақтардың рецептімен бөлістім. Менімен бірге жасап көріңіздер. Екеуі де бір қамырдан жасалынады, ешқандай да дрожь салмаймыз. Онда бастадық. Бөлме температурасында тұрған айранымызды ыдысымызға құйып аламыз. Үстінен пешевой содамызды саламыз, 1 чайный ложка. Сосын 1 жұмыртқамызды саламыз. Барлығы бөлме температурасында болу қажет бізде, және де қант саламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Бізде сода осылай көбіріп реакция беру керек. Сосын 1 чайный ложкадай тұз саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Електен шығарылған ұнымызды салып, жаймен де бірінші қасықпен, сосын барып қолымызбен әдемілеп қамыр илеп аламыз. Сіздерге толық құрамын описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жақтан көрсеңіздер болады. Жақсылап қамыр илеп аламыз. Басында мен 1 килодай ұн салдым. Сосын барып тағы да кішкене жабысып баратса, тағы да кішкене ұн сеуіп отырып, осылай қамыр илеп аласыздар. 1 кило 300, 1 кило 400 граммдай ұн кетеді бізге. Содан бізден бір талай жаңағы бауырсақтар шығады, 7 штук шелпек наны шығады. Сұйық майымызды құйып, қамырымызға жақсылап сіңгенге дейін әдемілеп осындай жұмсақ қамыр илеп аламыз да. Бетін қамырды илеп болған соң пакетпен жауып, немесе сүлгімен жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Сосын барып жұмыс жасай берсеңіздер болады. Бетін пакетпен жауып тындырып қойдық. Өте жұмсақ болып тұрады, кішкене қолға жабысыңқырау болады. Столымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Осы қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Жартысынан 7 шелпек нан, жартысынан бауырсақ пісіретін боламыз қазір. Жақсылап ұнға батырып отырып, осылай зола жасап қоямыз. Кішкене 5 минутта тындырып қойсаңыздар да болады. Біреуін алып, 7 шелпекке бірдей етіп, көз мөлшерлеріңізбен немесе грамдап бөліп алсаңыздар болады. 7 шелпекке жұма күндері міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Қамыр ашты 1,5-2 сағат күтіп отпайсыздар. Тез дайын болады. Енді ұнға батырып отырып, топ-томалақ етіп жайып аламыз. Дәмі деген күшті болып шығады айранмен. Соданың дәмі білінбейді. Осылай домалақ етіп жайып болған соң, ортасының қатысы кетпеу үшін осылай пышақпен 2 жерін тесіп қоямыз. Барлығаны бірдей етіп жайып қойып қоямыз. Мен бірінші бауырсағымды пісіріп алдым. Екінші қамырымыз бізде бауырсақ. Қатты чұқа етіп жаймаңыздар, орташа қалыңдықта болу керек біздің бауырсақтарымыз. Арасы шикі болып қалмау үшін майды басында қатты қыздыртып, сосын барып жай отпен пісіріп аласыздар. Сонда ортасында пісіп шығады. Бауырсақты қаласаңыздар домалақ формамен кесіңіздерді, қаласаңыздар ирек формамен. Мен пышақпен кесіп ала салдым. Менде уақыт жоқ еді. Қызып тұрған табамызға, майымызға осылай бауырсақтарымызды салып, 2 жағын қызартырып пісіріп аламыз. Менде майым қатты қызып кеткендіктен кішкене сәл қоңырлау болып қалды. Бірінші бауырсақ тез піседі деп бауырсақтарды пісіріп алдым. Қараңыздар, осындай топ-томпақ болып шығады. Тамаққа салатын осы пешевой ас содасынан осындай керемет болып шығады екен. Дәмі ешқандай да білінбейді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен 7 шелпек нан және де осындай бір талай бауырсақтар шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балдарға қатты ұнады, өте дәмді болып шыққан. Және де жұмсақ, орталары шикі емес, толықтай піскен болып шығады. Енді тура сол майды ауыстырмастан мен шелпектерімді де пісіріп алдым. Менде кішкене бауырсақтарым қызарып піскендіктен осылай майымыз кішкене қарайып қалды. Осылай тез пісіп қалады. Біздің шелпектеріміз қараңыздар, осындай ісіп шығады. Қатты күйдіріп жібермеңіздер. Осылай 7 шелпек нанымызды пісіріп аламыз. 7 шелпектерде өте тез пісіп қалады, қараңыздар. Беттері осындай шишка болып керемет болып шығады. Осылай айналдырып отырып пісіріп аламыз. Жұма күндері міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай рецепті. Қараңыздар, біздің шелпектеріміз осындай керемет болып шыққан.
чуха аралары полный піскен, өзі чуха болып шығады біздің шелпектеріміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізбен бірге болған Зұлхымар. Парақшамда көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Қоңырауша батырмасын басып, лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Міне біздің шелпегіміз, бауырсақтарымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Жасап көріңіздер.